Ассалаумағалейкум тарихнама YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі видеода адамзат тарихында елеулі өзгеріс әкелген 100 тұлғаны анықтау кіммен және қалай жүзеге асты, сондай-ақ бірінші орында тұрған тұлға кім екендігі туралы сөз қозғайтын боламыз. Бастамас бұрын сіздерден қазақша арнаны қолдау мақсатында арнаға тіркелуді, лайк пен пікір қалдыруды сұраймын. Ендеше дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. 1978 жылы америкалық жазушы және ғалым Майкл Харт тарихқа әсер еткен 100 адамды таңдап, олар туралы кітап жазуды ұйғарады. Ол өзінің көмекшілерімен адамзат тарихындағы 100 адамды таңдап, оларды ұлылық дәрежесі бойынша бағалауда бейтараптық пен объективтілікті қамтамасыз ету үшін компьютердің көмегіне жүгінеді. Компьютерге барлық көрнекті адамдардың қабілеттері, мақсаттары, істері, қол жеткен табыстары және адамзат тарихына жасаған әсері туралы мәліметтерді енгізеді. Осылайша компьютер талдау арқылы тарихта ең елеулі із қалдырған 100 адамның есімін шығарып береді. Олар мұнымен ғана тоқталмай сол 100 адамның ішінен ең ұлы тұлғаны анықтауға кіріседі. Харт толқумен компьютер батырмасын басқанда, экранда ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед есімі шығады. Бұл Харт пен оның әріптестерін таң қалдырды. Таңырқаған әріптестері тәжірибені қайталауды талап етіп, бір жерде қате кетуі мүмкін деп болжайды. Кейін олар барлық ақпаратты тексеріп, қайта анықтауға кіріседі. Бірақ компьютерде тағы да пайғамбар Мұхаммед деп шығады. Алайда компьютердің жауабына қанағаттанбаған Харт және оның әріптестері экспериментті бірнеше рет қайталады. Бірақ олардың енгізген критерийлері бойынша компьютер қайта-қайта Мұхаммед пайғамбардың есімін шығара берді. Кейін ғалымдар бұл фактіні мойындауға мәжбүр болды. Эксперимент нәтижелері бойынша Майкл Харт тарихтағы 100 ұлы адам атты кітабын жарыққа шығарды және онда адамзат тарихына елеулі өзгерістер әкелген тұлға ретінде екі дүние сардары, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедті, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, бірінші орынға қойды. Бұл кітап жалпы таралымы 500 000 данадан асатын 15 тілде жарық көрді. Майкл Харт өз таңдауында Мұхаммед пайғамбарды неліктен бірінші орынға қойғанын түсіндірді. Менің Мұхаммедті жер бетіндегі ең ықпалды адамдар тізімінде бірінші болып таңдауым кейбір оқырмандарды таң қалдырып, сұрақтар туғызуы мүмкін. Бірақ ол тарихта дінде де, дүниелікте де бірдей жетістікке жеткен жалғыз адам болды деді. Достар, видео ұнаса лайк пен пікір қалдыруды және қазақша арнаны қолдау үшін арнаға тіркелуіңізді сұраймын.